Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Венера. Бүгін біз сіздермен вак белиш деген ет қосылған бәліш дайындаймыз. Менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бәліштер өте жұмсақ, дәмді болып шығуына кепілдік беремін. Бірінші қамырымызды илеп аламыз. Ол үшін ұнға 1 шай қасық тұз қосамыз. Және 1 шай қасық ас содасын 500 мл айранға араластырып көпіртіп аламыз. Және осы айранды ұнға қосып қамыр илейміз. Және бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары май 150 грамм қосамыз. Осымен қамырымызды илеп, пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Ал енді арасына қосатын заттарды дайындайық. Ол үшін картошка, пияз, фарш. Егер де фаршымыз майлы болатын болса, майдың қажет жоқ, сары майдың. Ал егер де тек қана ет болатын болса, сары май қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, салмасын дайындап аламыз. Осымен салмасы дайын болды. Енді біраз тұрып дайын болған қамырымызды холодильниктен алып, теңдей 16 бөлікке бөліп аламыз. Әрқайсысын осылай жайып шығамыз. Қатты қалың да емес, жұқа да емес. Орташа қылып жаямыз. Ортасына салмасын салып, жан-жағын өзіміз қалағанша түйіп, ортасын ашық қылып түйіп шығамыз. Осылай жинап түйіп шықсақ болады. Барлығын түйіп, противенге орналастырып болғаннан кейін, жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градус қызып тұрған пешке салып, 35 минут пісіреміз. Содан кейін 35 минуттан кейін шығарып, тағы да өзінің бульоны болады. Сол бульонды 1-2 қасықтан құйып, тағы да 15 минутқа салып қоямыз. Сонымен дайын болады. Бұл құятын сорпасының қызметі, яғни біздің бәліштеріміз өте нәрлі, құрғақ емес болып шығады. Оны дайындау үшін 30 грамм сары майға 130 мл суды құйып, дәміне қарай тұз салып, бір қайнатып аламыз. Сонымен дайын болады. Осыдан 1-2 қасықтан әрқайсысына құйып, ары қарай тағы 15 минутқа салып пісіріп аламыз. Сонымен біздің вак белиштеріміз дайын болады. Міне достар, біздің бәліштеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет шықты.
сіздерге ас болсын, сау болыңыздар.